дауысты әріптердің рөлін айтып кеткенде қысқа дауысты дыбыстар атқарады. Және оны араб тілінде харакаттар деп аталады. Харакаттар үш түрлі болып келеді. Фатха, кәсра, домма болып. Фатха, яғни ол а деген дыбысты береді. Әріптің ол үстінде жазылады. Қиғаш сызықты сызық болып үстінде жазылады. Мынау көріп тұрғандарыңыздай. Келесі кәсра. Кәсра ол әріптің астында жазылады. Қиғаш сызық. Бұл и деген дыбыс береді. Қысқа и. А, и. Келесі у. Яғни ол араб харакат ол домма деп аталынады. Бұл у деген дыбысты береді. Яғни ол бізде тәрізді келеді. Қайталап айтсақ, а, и, у. Ал енді осы харакаттарды оқып көрейік. Яғни, мысалы, р деген әріп бізде р, а, р, р, и, ри, р, у, ру. Мен болды ра, ри, ру. Келесі әріп, мысалы бізде бұл зәй, кәдімгі з деген әріп. Яғни з, а, за, з, и, зи, з, у, зу. Көріп тұрғандарыңыздай, әуелі әріпті оқимыз, содан кейін ғана харакат. Яғни бірінші харакат, одан кейін әріп ол мүлдем болмайды. Қате, үлкен қате. Яғни бірінші әріпіміз бұл бізде мысалы з деген әріп. З, а, за, з, и, зи, з, у, зу, за, зи, зу. Келесі әріп бізде мысалы м деген әріп ол ма, ми, му, ма, ми, му. Харакаттарды таныстырып кеттік. Енді әріптерді бастайық. Алғашқы әріпіміз ол алиф әрпі. Алиф. Яғни алиф әрпі бұл өзінен кейінгі әріптерге жалғанбайтын әріптердің бірі. Яғни 6 әріп бар дедік. 6 әріптің осы өзінен кейін жалғанбайтын әріптердің бірі болып есептеледі. Ол тілдің қатысуынсыз тамақтың ұшынан ауаны еркін шығару арқылы айтылады. Яғни а. Ешқандай кедергісіз тілдің қатысуынсыз ауаны еркін шығарып, біздің қазақ тіліндегі, орыс тіліндегі а дыбысы. А, и, у. Келесі әріп р әрпі. Р. Бұл әріп тілдің ұшын ауыздың үстіңгі таңдайына тигізбей, жоғарғы тістердің артына төмен қарай бүгіп, сәл жігерлі, яғни дауыстырақ айтамыз. Р. Бұл қазақ, орыс тілдерінде бар әріп р. Р. Бұл р әрпі өзінен алдыңғы әріппен жалғанады, бірақ өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Бұл р әрпінің жазылу түрі екі түрі ғана бар. Бастапқы түрі, алғашқы жазылуы және ортаңғы. Ортаңғы мен соңғысы бірдей, яғни екі түрі ғана бар. Р әрпі. Келесі әріп зәй. Зәй әрпі орыс қазақ тіліміздегі өзіміздің з әрпіне ұқсас. Яғни бұл тілдің ұшын төменгі тістердің жоғарғы жағына жақындату арқылы айтылады. З. Жақындату, кәдімгі з әрпі. За, зи, зу. Бұл да өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Бұның да жазылу бойынша екі формасы бар. Бастапқы және ортаңғы. Ал енді осы алиф, р, з әріптерін оқып көрейік. Әуелі, әріптің жоғарысында қиғаш сызық, ол а деген дыбысты береді дедік. А, и, у. Келесі р әрпіміз, р әрпі. Р, а, харакатына фатха, а, р, а, ра, р, и, ри, р, у, ру. Көріп тұрғанда дөңгелек бұл сукун деп аталынады араб тілінде, сукун. Яғни бұл дөңгелекті көргенімізде, дөңгелек келсе әріптің үстінде, яғни ол әріп тоқталынады. Ар, тоқталынады, ар. Төменнен астында ир. Мына әріпті оқимыз ур. Келесі әрпіміз зәй. Зәй әріпі з. З, а, за, з, и, зи, з, у, зу. А, з. Аз. И, з. Из. У, з. Уз. З, а, р, зар, з, и, р, зир, з, у, р, зур, а, з, р, у. Аз, сукун дедік, тоқтаймыз. Аз, ру. Из, ру.
уз, ру, ур, зу, толық шығайық енді. За, зи, зу, аз, из, уз, зар, зир, зур, аз, ру, из, ру, уз, ру, ур, зу. Келесі әріп мим әрпі. Мим әрпі еріндердің ішкі жағын ақырын жабу арқылы шығарылады. Кәдімгі қазақ орыс тілдегі мим әрпіндей. Мим. Бұл әріпнің жазылуында, яғни үш түрлі жазылады. Бастапқыда, көріп тұрғандарыңыздай, бастапқыда, ортаңғы түрі, және үшінші түрі, соңғы түрі. Бұл әріп өзінен кейінгі әріпке қосылып жазылады. Ма, ми, му. Ал енді оқып көрейік. А, м, ам, и, м, им, у, м, ум, м, у, р, мур, м, у, з, муз, р, у, м, рум, ә, мә, р, әмәрі, у, м, р, р, ам, ру, им, ру, р, а, м, рам, зу, ир, м, и, ми, ми, мар, рам, зам, ар, зам.